Бұл видеода трейдинг арқылы 2025 жылы менің оқушыларым 3 ай уақытын бөліп, қалай минимум 10 мың теңге тұрақты табысқа шықты бөлісетін боламын. Мен және менің оқушыларыма ондай тұрақты табысқа көмектескен нақты 4 қадам бар. Ескерту, бұл қадамдар ешқандай жатталынған теориялар емес, менің өзімнің жеке практикамнан өткен қадамдар. Олай болса сәттілік, кеттік. Бұл видео кімдерге пайдалы болады? Біріншіден, сіз трейдинг дегеніміз не екенін білмейсіз және неден бастау керек екенін білмей жүрген новичок болсаңыз. Екіншіден, сіз действующий трейдерсіз, бірақ бір күні минус, бір күні плюс, жалпы нақты тұрақты табысқа шыға алмай жатқан трейдер болсаңыз. Үшіншіден, өзіңіздің депозитіңізді қайта сливать етіп жүрген трейдер болсаңыз. Төртіншіден, үйде отырып, кемінде 2-3 сағат уақытыңызды бөліп, хотя бы жоқ дегенде 10 мың теңге табысқа қалай шығамын деп жүрген жан болсаңыз. Бесіншіден, сіз всегда біреудің сигналын, біреудің анализін күтесіз, өзіңіздің нақты стратегияңыз жоқ, өзіңіздің нақты анализіңіз жоқ, бірде алай, бірде бұлай болып жүрген трейдер болсаңыз, онда бұл видео сізге точно көмектеседі. Соңына дейін қарайтын болсаңыз, мен сізге өзімнің бір қарапайым стратегиямды бөлісетін боламын, видеоның соңында айтатын боламын. Ең бірінші танысып алайық, менің есімім Гүлбану, жасым 30-да, Астана қаласынан боламын, 5 баланың анасымын, трейдингті 3 жылдан бері жүрген жанмын. Трейдингті мен алғаш бастаған кезде 2020 жылдары 20 миллион теңге минусқа кеткен болатынмын. Жалпы ол менің өзімнің қателіктерім болды. Сол қателіктер туралы да айтатын боламын. Трейдингті жалпы жүргеніме 3 жыл болды. 3 жыл уақыттың ішінде Аллаға шүкір тұрақты табыс табамын. Тұрақты табыс табуымның арқасында Астана қаласынан 3 пәтер алдым, 20 миллион теңгеге салоннан су жаңа көлік алдым, және де шетелге шығып тұрамыз жолдасымыз екеуміз 3 ай сайын, және өзіміздің нянямыз бар, көмекшіміз бар деген сияқты өзіміздің базовый потребностьтарымызды жауып үлгерген жандармыз. Енді осы сабақта мен сіздерге максимально пайдалы болу үшін мен және менің оқушыларымның практикада пайдаланатын инструменттерімен нақты бөлісетін боламыз. Ең бірінші, көп адам трейдингқа келген кезде көптеген қателіктер жасайды. Солардың ең атақты дейміз ба, қалай сондай қателіктердің бірі, ол ең бірінші ақшаның артынан қуат. Так, трейдингте ақша көп екен, ойбай, мен тез байып кетем, потому что көп адамдар доллардың несін көрсетеді ғой. Бірақ бұл жерде білу керек, сондай қателіктерінің арқасында мен өзім 20 миллион теңге болғам. Қашан мен білім ала бастадым, өзімнің уақытымды, энергиямды опытқа, білімге жұмсай бастадым. Уже сол кезде мен хоть миллион таппадым, 100 мың теңге таппадым, бірақ 1000 теңге болса да уже мен тұрақты табысқа шығып бастадым. Сондықтан да сіздерге енді бастайын деп жатқан трейдерларға айтатыным, ешқашан ақша деп бастамаңыз. Всегда кім жақсы білім береді, кімнің стратегиясы мықты, кімнің оқушыларынан мықты результат шығып жатыр, және де кім күшті анализ жасап жатыр, соны зерттеп барып, жаңағындай бастағандарыңызды ұсынатын едім. Келесі ол бізде адамдар, мысалы мен өзім трейдингта, Инстаграм саласында біраз жүрмін, біраз шәкірттермен жұмыс жасадым, адамдармен жұмыс жасадым. Көбісінің сұрағы мынау ғой, сізде нақты қандай стратегия? Сізде жаңағы стратегияның атын айтыңыз деген сияқты. Бір стратегия, былайша ол бір сигнал сияқты. Сеніп аласың да, нарықты түсінбейсің, движениясын. Просто бір мына жерден кіресің, мына жерден шығасың деген сияқты стратегияға сеніп аласың. Бірақ сіздерге бір нәрсе айтайын, трейдингте 100% жұмыс жасайтын стратегия ешқашан болмайды. Винрейт мысалы үшін 60-та 40, 70-те 30 болуы мүмкін, бірақ ешқашан 100% деген болмайды. Қашан сіз тұрақты табысқа шыға бастайсыз, нарықтың движениясын түсінген кезде ғана. Нарықтың сіз полностью қалай құрылған, оны мақсат не екенін түсінгенде, сіз любой стратегияны кез келген жағдайда қолдана аласыз. Былай қимылдаса былай, былай қимылдаса былай ыңғайына. Мысалы, давайте жүкті әйелдердің мысалында келтірейінші. Бәріміз 9 ай болған кезде роддомға барамыз босану үшін. Бірақ бәрі бірдей босанбайды ғой, біреу кесареямен босанады, біреу 3 сағаттан кейін босанады, біреу 5 минуттан кейін босанады, біреу вообще 5 күн жатып босанады. Неге? Өйткені бәріміз босанамыз, бірақтан әркімнің ситуациясы әртүрлі. Врач бар, бәріне бірдей уколмен, бірдей нәрсемен босандырып алмайды ғой. Сол сияқты трейдингта да сондай ондай нақты стратегия деген нәрсе жоқ. Сіздің ситуацияңызға қарай, нарықтың ситуациясына қарай, сіз кез келген жағдайда бейімделіп кете бересіз. Сондықтан да ең бірінші фокусты полностью рыноктың пониманиясына қою керек. Келесі ол бізде қателік овертрейдинг. Овертрейдинг дегеніміз трейдингті енді бастаған жандарда ол көп кездеседі, яғни миллиард рет позиция аша беру. Позиция ашады, жабады, как будто бір ставка, казино сияқты нәрсеге айналдырып тастайды. Бірақ сіз біліңіз, трейдинг ол жүйе, трейдинг ол стратегия. Нақты өзіңіздің дисциплинаңызды қалыптастырып, мына жерден кірем, мына жерден шығам деген сияқты өзіңіздің бір жүйеңіз болу керек. Келесі қателік ол бізде көбінесе эмоцияға беріліп кетеді.
және құнығып кетеді, қанағатсыз болып кетеді. Мысалы үшін бір жерде пол жуып бір айда 100 000 теңге табатын болса, ал трейдингте оны 10 минутта табуға болады да. И адамдар блин, мынау күшті екен ғой дейді да, құнығып 100 000 теңге тапқан қайтадан минус болады. Сол үшін ешқашан біздер эмоциямен трейд жасамаймыз. Біз всегда холодный баспен трейд жасауымыз керек. Келесі қателік ол бізде стоп-лосс қоймау. Стоп-лоссты негізі бәрі андай дұрыс емес, қате, жаман көріп жатады, бірақ стоп-лоссты жаман көрудің қажеті жоқ, потому что ол ең күшті инструмент. Стоп-лосс қою үшін, яғни жақсы көру үшін оны қалай дұрыс қою керек, қалай процентін есептеу керек, оны точно білу керек. Келесі ол бізде плансыз торговать ету. Плансыз торговать етеді көп адамдар. Жаңағы мысалы Герчуктің өзі айтады, егер менде домашка жоқ болса, мен вообще позицияға кірмеймін. Домашка деген ол осындай анализ. Егер сіз анализіңіз болмаса, онда свечкидің артынан қуалайсыз. Өссе өсетін бағытқа, құласа құлайтын бағытқа. Ал четкий планыңыз болатын болса, сіз определенно бір бағаны ұстап отырасыз, осы жерден кіресіз, осы жерден шығасыз. Сондықтан да ең бірінші басқа нәрсенің бәрін қойып, осы план жазуды, дұрыс план жазуды үйреніп алуыңыз керек. Енді давайте жаңағы менің шәкірттеріме көмектескен 4 қадамды айтып өтейін. Осыны пайдаланыңыздар, қайталаңыздар, сіздерге көмегін береді деген өте сенімдемін. Ең бірінші ол бізде one good trade. One good trade ол өте маңызды. Ол қазақшасы бір ғана жақсы сделка. Бұған арнайы кітап та бар. Заказ берсеңіздер де болады, сол кітапты оқысаңыздар да болады. Көп адам жаңа айттым ғой, өте көп күнделікті позиция ашып тастайды, ашады, жабады, казиноға айналдырады. Неге? Потому что ол қателікті жіберуінің бір несі құнығып кетеді. Екіншіден, нақты қай жерден кіру, қай жерден шығу керек екенін білмейді. Менің сіздерге кеңесім, күнделікті жарайды бір сделка ашыңыз демеймін. Күнделікті 3-4 сделка ашыңыз, бірақ нақты точка входа мен нақты точка выхода мен ашыңыз. Бұрын мен өзім мойындаймын, алғашқы бір жылдай плансыз торговать ететінмін. Бірақ сондай кезде менде слив та болды, минусқа да кеттім, плюсқа да кеттім, мен вообще тұрақты табысқа шықпадым. Қашан мен өзім анализ өзім жазып, күнделікті 3 ғана рет позиция ашуға өзіме рұқсат беремін, потому что күнделікті бізде 2 точка входа болады, яғни точка входа деген ол бізде кіру нүктесі. Осы жерден ғана кіремін және осы жерден шығамын деген нақты планым бар. Сол арқылы кіріп шыққан кезде мен уже көп рет позиция ашпаймын. Потому что менің позиция ашатын жерім 2-3 рет. 3 жер. Сол жерден ғана ашамын, сол жерден шығамын. Сондықтан да бізге one good trade өте маңызды. Тек қана осылай өз пландарыңызбен ғана кіріңіздер. Келесі ол бізде дисциплина. Яғни дисциплина бұл өте маңызды. Мысалы үшін трейдингте біз маңызды деп санайтын нәрселер ол стратегия, риск менеджмент, психология деп көп жерде осы 3 нәрсені айтады. Бірақ мен осы трейдингті 4-ке бөлетінем. Оның 4-шісі ол бізде дисциплина. Дисциплина дегеніміз не? Мысалы, сіз мектепте жұмыс жасайсыз, мұғалімсіз, бірақ сіздің күнделікті жұмыс уақытыңыз 8-де басталады. Сіз күнде бір күні 10-да, бір күні 11-де, бір күні ұйқыңызды қандырып кешке бармайсыз ғой, потому что ол сіздің жұмыс ережеңіз, жұмыс тәртібіңіз. Сіз оған бағынасыз, ақша аласыз, бағынбайсыз, ақша алмайсыз. Дәл сол сияқты трейдингтің де өзінің ережелері бар, дисциплинасы бар. Яғни маркет бізде 18:30-да ашылатын болса, сіз как положено 17:30, 17:40-тан бастап отыруыңыз керек, және осы нәрсені бойыңызға әдет қылып қалыптастырып алуыңыз керек. Яғни просто бұл онлайн сала болғандықтан көбісі несерьезно қарайды. То бір күні кіреді, бір күні дайын сигналмен. Мысалы үшін біз өз шәкірттерімізге күнделікті жаңағындай осы уақытта анализ бастаймыз, тікелей эфирді. Яғни бір жағынан біз оларды дисциплинаға үйретіп жатырмыз. Міне, сенің жұмысың 17:30-да басталады, 17:40-та басталады. Күнделікті кірген кезде сен осылай план жазуыңыз керек. Одан кейін дальше трейдқа отыру керек деген сияқты. Вот мысалы болмайды да, ол бір күн қонақ күтіп жатырмын, бір күн балам ауырды, или там бір күні тойда жүрмін, кірмеймін деген сияқты. Сіз өл тіріл осы дисциплинаны қашан бойыңызға, қаныңызға сіңіресіз, сол кезде ғана сіздерден тұрақты табыс болады, тұрақты результаттар болады. Бұл тек қана уақыт жағынан емес, сонымен қатар сіз алатын количествоңыз бойынша да. Мысалы үшін сіз белгілі бір акциялардан мынанша штук аламын деп осы штуктарды да көбейтпесеңіз, бұл тоже дисциплина. Және сіз белгілі бір мына точкадан входадан кірем, басқа жерден кірмейміз, ол тоже дисциплина. Міне, каждый трейдингтің өзінің ережелеріне дисциплина қойған кезде ғана сізде жақсы тұрақты табыс болады. Келесі ол бізде демо-счет. Яғни демо-счетты көп адам несерьезно қарайды. Демо-счет дегеніміз ол бізде өтірік ақша. Яғни не үшін? Потому что ол жерде эмоция болмайды, дұрыс емес деп реальный счетқа өтіп алады. Бірақ сіздер біліңізші, трейдинг ол асығыс тез табыс табам, ойбай деп дейтін сала емес. Бұл жерде асықпау керек. Сіздің жаңағы алған біліміңізді, алған стратегияңызды бірінші өтірік ақшада сауда жасау керек. Демо-счеттің өзінде адамдар бүкіл фокусты ақшаға қойып тастайды. Білейін қойшы, демо-счетта ол өтірік ақша ғой, эмоция болмайды деген сияқты да. Бірақ демо-счет өзінде сіз фокусты алыңыз да білімге қойыңыз. Стратегияны тексеріңіз.
мына жерден кірем, мына жерден шығам деген сияқты тегті қойыңыз, күтіңіз. Демошоттың өзінде сіз біраз нәрсе үйренесіз. Определенно менің кеңесім $100 бастаңыз. Осы $100 қашан 10 есе көбейтесіз, получается $1000-ға, иә? Бір күн $50 минус боласыз, бір күн $30 плюс боласыз. Ол қайтадан 150-ге көбейтеді, одан кейін 250-ге көбейтеді, қайтадан 130-ға түседі деген сияқты. Осылай жүре бересіз. Бірақ қашан сіз уже $1000-ға көбейтесіз, ол кезде не то, что сіздің ақшаңыз көбейді демошоттағы, сізде дисциплина пайда болды, сіздің өзіңіздің кіретін шығатын точка входаңызды анықтадыңыз, және де өзіңіздің стратегияңызды қалыптастырдыңыз. Сондықтан менің кеңесім реальный счетқа асықпаңыздар, демошотпен практика жасаңыздар, дисциплина қалыптастырыңыздар. Сол кезде ғана барып 10 есеге көбейдіңіздер демошотты. Сол кезде ғана барып реальный счетқа өтіңіздер. Вот реально маған осы нәрсе көмектесті. Менің өзіме келетін болсаңыз, сіз қанша уақыт демошотта жүрдіңіз дейтін болсаңыз, мен 6 ай уақыт демошотта жүргенмін. Одан кейін барып мен реальный счетқа ақырын $100 өтіп, жаңағындай дұрыс сауда жасап бастағам. Сондықтан да реальный счетқа асықпаңыздар. Трейдинг ақша береді, иә, бірақ бірден емес, ақырын береді, бірақ сондықтан да асығудың қажеті жоқ. Келесі ол бізде журнал жүргізу. Көп адам почти 95 деп айтатын мен бұрын. Қазір 99 адам журнал жүргізбейді. Журнал деген өз-өзіне отчет. Сіздер білесіздер ме, кез келген жұмыста сіздер отчет тапсырасыздар. ИП ашсаңыз да, мегада продавец болсаңыз да, коворкингтің егесі болсаңыз да, бүкіл жерде отчет бар. Яғни сан жаңағы жазылу керек. Мынанша плюс болдым, мынанша минус болдым, мына стратегиямен плюс болдым деген сияқты. Бізде арнайы журнал бар. Мен мына жерге қазір астына суретін қоямын. Компанияның атын жазасыз, лонгқа кірдіңіз ба, шортқа кірдіңіз ба, қанша количество, қанша плюс, қандай стратегия деген сияқты. И аптасына бір рет ревизия жасап отыру керек. Яғни мен қандай стратегиямен кірсем плюсқа кіріп жатырмын. Лонгқа кірсем плюсқа өтіп жатырмын ба, шортқа ма? Қанша количествомен менде эмоция ойнамайды. Міне қашан сіз өз-өзіңізбен сөйлесесіз, өз-өзіңізге отчет бересіз, сол кезде ғана сіздің плюстарыңыз көбейеді. Яғни журнал бастаған кезде сізде алғашқы уақытта полностью қызыл болуы мүмкін. Минус. Бірақ кейін қашан сізде плюстарыңыз көбейеді, сол кезде уже ақырындап сіздер реальный счетқа өтсеңіз болады, немесе мына стратегия маған келеді екен деген сияқты уже сіз біліп бастайсыз да. Сол үшін міндетті түрде журнал толтырыңыздар деп кеңес беретін едім. Менің өзім журнал толтырғанмын. Және де менің өзім сол жерден маған табиғатыма қандай количество штук келеді, қандай стратегия келеді, мен тек қана журналдың арқасында ғана білгем. Сондықтан да осы журналды міндетті түрде толтырыңыздар. Және де бұның бәрін жасау үшін әрине қазір алып сіздер жасап кетпейсіз. Бұның барлығын жасау үшін сізге мықты наставник керек, мықты ментор керек, мықты действующий практик мамандар, команда керек сіздерге, иә? Ал біздің команда өңшең профессионалдардан құралған. Өйткені, мысалы, сіздер менің инстаграмда бұрыннан бар болсаңыздар, біздер каждый 2-3 ай сайын өз білімімізге инвестиция жасаймыз. Мен полностью команданы оқытам. Біздің команданың әр мүшесі реальный счетпен торговать етеді, және де тікелей эфирде практика жасай алатын кәдімгі профессионалды трейдерлар деп аталамын. Бірақ енді бұның бәрін жасау үшін сіздерде екі жол бар. Бірінші жолы тегін, ешқандай ақша құртпайсыз. Ол YouTube'дан тегін материалдарды қарап, зерттеп, трейдингтің қандай саласы бар, риск менеджмент барлығын өзіңіз разбираться етіп, сізге не келеді, не келмейді үйренсеңіз болады. Бірақ бұған кемінде минимум 1-2-3 жыл уақыттарыңыз кетеді. Ал екінші жолы сіздерге ментор керек. Ментор болғанда да шәкірттерінен мықты результат шығарған, действующий практик, яғни күнделікті практика жасайтын, тікелей эфирлерде лайв трейд жасайтын деген сияқты. Өйткені трейдингтің маңызды жері ол практика. Мысалы үшін мен өзімнің команда болсын, мен болсын, каждый 2-3 ай сайын білім аламыз, білім жаңартамыз, және командамның әр мүшесі профессионалдар, реальный счетпен трейд жасайды, және де тікелей эфирде трейд жасайтын адамдар. Енді осындай командадан шыққан шәкірттердің давайте результаттарын көрейік. Ең бірінші шәкіртім ол менде Мұхаммед. Мұхаммед бізде Қарағанды қаласында медицина саласында 9-шы курс студенті, және бір баланың әкесі күнделікті 25-30 мың теңгесін тауып трейдинг арқасында 11 айда үй алған шәкірттерімнің бірі. Ойлаңызшы, өзі әке, өзі студент, өзі трейдингпен айналысады. Еще қазір менің командамда жұмыс жасайды, яғни 4 жерде бірдей қатар жұмыс жасайды, және де осындай трейдингтің арқасында жетістіктерге жетіп отыр. Бұл мен үшін мақтаныш, бұл мен үшін керемет жетістік. Айтпақшы, сіз тек қана қыздарды ғана үйретесіз дейтін жандарға алтын сырға, менде де ұлдар мықты результат шығарады. Ол келесі бізде Тұмар. Тұмар менде ең бірінші -8 миллион теңгемен келген. Ең бірінші ол алтынмен бастаған. Бізде трейдинг саласы бөлінеді, ол өте волатильный. Алтынмен бастап 2 айда ма -8 миллионға кетіп қалған. Сөйтіп полностью үмітін үзіп,
жылап осы маған акцияға келген, өйткені менің сторисымда мен ешқашан алтынмен сауда жасауды насихаттамаймын деген сторисім ұнап акцияға келген. Білесіздер ма, соңғы 3 айда акциямен трейд жасап, бірінші айда 1 миллион, екінші айда 2 миллион, үшінші айда 3 миллион теңге уже минусын жапты. Өйткені трейдингтағы акция самый безопасный, тұрақты табысқа шығуға көмектесетін инструменттердің бірі. Келесі ол бізде ықвалай. Енді бұл ықвалай деген шәкіртім тек қана қазақстандықтарды ғана оқытасыз дегендерге алтын сырға, яғни бұл кісі қырғызстандық шәкіртім. Астана қаласына ерінбей келіп оқып, қазіргі таңда машина және де өзіне квартира алған шәкірттерімнің бірі. Оның депозиті менікінен де көп. Ұстаздан шәкірт озар деген мысалға осы ықвалайды мысал келтіре аламын, потому что өте мықты результаттар көрсетіп жатыр. 5000 доллармен күнделікті 500 мың 600 мың теңге табыс табады. Және де оның видеолары инстаграмда бар, инста парақшасы бар, барып тауып көріп жазсаңыздар тоже болады. Келесі ол бізде Айзат. Айзат 2 баланың анасы және үшіншісіне қазір аяғы ауыр, тоже медицина саласында жұмыс жасайды және менің командамда жұмыс жасайды. Өзінің депозиті көп емес, примерно 200-300, бірақ соның өзінен 10-15-25 мың теңге күнделікті табыс тауып отыр. Енді үйде отырған жүкті немесе вообще өзінің жұмысымен қатар алып жүрген самый күшті ана ретінде мысал келтіре аламын. Яғни Айзат деген шәкіртім менің нет ничего невозможного деген нәрсеге мысал деп айта аламын. Және де менің қазір мына жерде актуальныйымды қоям, және инстаграм парақшамды көрсеңіздер өте көп шәкірттерімнің результаты бар. Мысалы үшін результаты деген бөлімде 100-ден көп шәкірттер бар, даже кейбіреулері симай қалған. Бұның барлығы мен және менің оқуымның действительно пайдасы бар, тек қана вода емес екеніне, мен өзімнің практикамнан, мен өзімнің қателіктерімнен алынған сабақтардың нәтижесі деп айта аламын. Өйткені ондай практика болмаса, ондай білім болмаса, нақты стратегия болмаса, менде осыншама көп шәкірттер результат шығармайтын еді. Және де менің Қазақстанда шәкірттерінен ең мықты результат шығаратын эксперт деген атым да бар. Енді сіздерде осы трейдинг саласын бірінші жол емес, екінші жол сізбен бастағым келеді дейтін болсаңыз, онда қазір мен осының астына анкета қалдырам. Сол анкетаны толтырсаңыздар болады. Өйткені ол анкетаны толтырған адамдарға біріншіден мен стратегия берем, екіншіден мен өзімнің 100 доллар тұратын консультациямды өткізетін боламын. Мен болмаса менің командам өткізетін болады. Өйткені сіздер ол жерде өздеріңіздің кез келген сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Қандай сұрақ, қандай қорқыныштарыңыз бар, жазып, консультация алып, собеседование жасауға мүмкіндіктеріңіз бар. Толық ақпарат алып трейдингті осы 2025-тен бастаймын, сіздің командаңызбен бастаймын дейтін болсаңыздар, давайте анкетаны толтырып, стратегияны алып, собеседованияға жазылыңыздар. Мен сізді күтетін боламын. Сәттілік.